Екінші дүниежүзілік соғыс қанды қырғын ретінде адамзат тарихына өшпестей болып жазылды. Әр шаңырақта майданға аттанбаған жан жоқ. Бірі от оранған далада қалса, бірі ажалдан аман қалып елге қайта оралды. Талай қазақ азаматы қырғынның бел ортасында болып, ерліктің үлгісін көрсетті. Олар жеңісті жақындатты. Жеңімпаз болып оралды елге. Отан үшін от кешкен қариялардың қатары күннен күнге сиреп барады. Алаш үшін апатқа айналған аждаһа соғыс талай арыстарды жалмады. Қазақты қара жамылдырған соғыстың зардабы шаш етектен. Кезінде елді жаудан қорғап, бейбітшілік үшін қан төккен соғыс ардагерлерін ардақтау кейінгі ұрпақтың парызы. Мәңгілік ала өшіп тұрмасталан қаңырайып келеді, міне ұлығын келеді, міне мамырайып бейбітшілік сезініп жүргеніміз жер үстінде ардагерлер арқасы жеткізген осы жеңіс күнге деп жатса екен шіркін әр қазақ елі азаматы отанын қорғаған ғана шын мәнінде таза батыр. Еске ал ендігі достым көрген баба жетістігін, ел аңсаған ұлы күн құтты болсын жеңіс күні. Отан үшін от кешкен ерлігін елемес кім, елемеген елесте есте болсын елемес сол. Сондықтан да қадірле қошемет қол құрмет тегін, сонда ғана бабалардың батырлығы құр кетпеді. Соны сезінсе шіркін әр қазақ елі азаматы асылы кем бола қоймас өзге елден қазақ аты. Жаудан аман алып қалған атамекен кеңістігін бабаларға мың алғыс, құтты болсын жеңіс күні. Бұл күні ел мейрамда асыр сап ұлықтайды, бабалар батырлығын жас ұрпақ ұмытпайды. Бұл күні ел мейрамда асыр сап ұлықтайды, бабалар батырлығын жас ұрпақ ұмытпайды. Кейінгі қатар емеспін тәуір адам кейпімен де, өйткені мен және сен туылғанбыз бейбіт елді. Шүкір бүгін дейді пенде көзбен көрген соғыс өртін бейтаулақ тек оралмас ешқашанда долы солдың ардагерлер өңі сол. Еске алып жас күндерін өзің ойла, қалар менің өз еліңе қас кіргенін, жаудың суық оғынан басын боп туған жер ыстығы. Бейбітшілік әкелген жасасын мәңгі жеңіс күні. Елге қауіп төнді деген көншітпеді жайтыларды, от оранған даладан санаулысы қайта оралды. Ендігі ардақтау парыз салмас бізді әуреге, аспан ашық елің тыныш осы күнге тәубеде. Кім біледі қолданыста болса қазір неміс тілі, отаршылық көзін жойған құтты болсын жеңіс күні. Бұл күні ел мейрамда асыр сап ұлықтайды, бабалар батырлығын жас ұрпақ ұмытпайды. Бұл күні ел мейрамда асыр сап ұлықтайды, бабалар батырлығын жас ұрпақ ұмытпайды. Бабалар батырлығын жас ұрпақ ұмытпайды.